Так, ноутбук Toshiba деген модели осындай. Satellite деген. Сол, мысалы оған драйвер Windows 7 мен Windows 8-ге арналғанда драйверлер. Мен мысалы Windows 10 қойдым ол ноутбукке. Оған мысалы через мынау арқылы қондырдым мысалы драйвер. Snappy драйвер инсталлер арқылы драйвер қондырдым. Бірақ видеокарта қойылды, бірақ жасамай тұрды. Перезагрузка жасасам да жасамай тұрды. Сол үшін мен не істедім? Жаңағы драйвер басқа жерден скачать етеміз. Бета деген драйвер. Бета деп тұрады артында. Осы ссылка арқылы кіреміз. Windows 10-ға арналған драйвер. Видеокартаныкі. Так, кірем и осы ссылканы ставить етем. Мына жерде мысалы менікі X64. Сол үшін мен мынаны скачать еттім осыны. Мына жерде міне Windows 10-ға арналған деп тұр. Осыны скачать етем. Примерно размері осындай 313 мегабайт. Астында жазылып тұр. 313 мегабайт. Осыны скачать етесіз, қондырасыз. Қондырғанда распаковка жасайды. Мысалы көрсетіп жіберейін. Менде ноутбук болмай тұрды қасымда. Оның алдында бір клиентке істеп едім ғой. Так, міне распаковка жасайды. Сол распаковкаға барам қазір. Міне. Осы жерге қондырады. S-дискке AMD, сосын мынау non-VHKL деп тұр. Соған кіреміз. Сосын мынаны қондырсақ та болады, бірақ мен өйтіп істеген жоқ. Мен через мынау арқылы істедім. Мына bin 64-ке кірдім да, осы путті копировать етіп алдым. Сосын так мынау қондырылсын. Былай да қондырамыз. Мен осылай қондырдым негізінде. Дәл осылай қондырдым мынау арқылы. Сетап арқылы қондырдым. Установить, там, дали кете береді. Бәрі орысша түсінікті. Сосын қондырып болғаннан кейін диспетчер задачаға кірдім. Диспетчер устройство. Қазір тауып алайын. Міне, диспетчер устройствоға кірдім. Сосын осы жерде видеокартаны тауып алдым да, сол. Мына жерде менде базовый деп тұр. Или сізде AMD Radeon сосын 7000 или 6500 ба сондай болып тұрады. Соны мен оң жақ мышканы басып, обновить драйвер дедім да, найти драйвер на этом компьютере дедім да, сосын мына жерде копировать етіп алдым ғой. Мен жаңағы қайтып көрсетіп жіберейін. S-диск, AMD, сосын мынаған и Bing 64 деген. Осыны копировать етіп алдым. Осы жерге вставить еттім. Осы жерге. Сосын далені бастым. Сол кезде қондырып кетті. Немесе через мынау арқылы қондырсаңыз болады. Сосын перезагрузка жасадым, экран жақсы болып кетті уже. Оның алдында драйвер қондырылмай тұрды, экран созылып тұрды да андай. Разрешениесі тек 2 болды. Мынада уже көйіп кетеді. Менде қасымда ноутбук жоқ, просто пример ретінде мынау действительно жасайды осы драйвер. Мынау.